Армысыз Рика телеарнасының ардақты көрермендері. Эфирде жаңа әліпбиді бірге үйренейік бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер тек латын графикасын үйреніп қана қоймай, сонымен бірге өтілген тақырыпқа байланысты түрлі жаттығулар жасауға мүмкіндік аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қоғамда латын қарпіне көшу бағытында жасалып жүрген жұмыстар күннен күнге қарқынды түрде дамып келе жатыр. Ал өскелең ұрпақтың осы бағыттағы көз қарасы және де үйреніп жүрген дүниелер бар ма екен, соны сұрап білейік. Мен латын әліпбиіне көшуді қолдаймын. Меніңше елбасымыздың бұл жаңа бағдарламасы елімізді биік жетістіктерге жеткізіп, басқа елдермен ара қатынасын жақындатуға септігін тигізеді. Және де латын әліпбиімен жақсы танысу үшін Рика телеарнасында болатын арнайы бағдарламаларды көріп, сол жақтан сабақ аламын. Жасөспірімдердің одан әрі дамуына өз септігін тигізіп жатыр. Мысалға алатын болсақ, біздің әр сенбі сайын тілдардың бағдарламасын көріп, оны жаңа әліпбиді үйренуге өзінің тіпті сіні інілерімді де шақырып жатырмын. Және де бұл өскелең ұрпақтың дамуына үлкен септігін тигізеді деген ойдамын. Қазіргі таңда қазақ балаларының ағылшын тілінің оңай жатталуына ол жақсы көмек береді. Рика ТВ арнасынан өзім тілдардың бағдарламасын қарап, іні-сіңлілермен бірге латын әліпбиін үйренеміз. Мен латын әліпбиіне көшуді қолдаймын. Себебі бұл ұлт тағдыры үшін жасалған ең маңызды шешімдердің бірі деп білемін. Себебі бұл балалар үшін, мысалы, ағылшын тілін меңгеруге әлдеқайда жеңілірек болмақ. Қазақ тілінің латын графикасына көшу Америка Құрама Штаттарында тұратын қазақ диаспоралары үшін өте қуантарлық жайт. Өткен 2 жыл бұрын Мэриленд қаласында арнайы қазақ тілін меңгертетін курстар ашылған болатын. Ол курстардың құрамына қазақ диаспораларының өкілдері және де қазақ балаларын асырап алған отбасыларының өкілдері қатысады екен. Олардың айтуынша, бұл мүмкіндік арқылы қазақ тілін барлық ұлт өкілдері меңгере алады дейді. Олай болса, құрметті көрермен, осы латын қарпін меңгертетін келесі айдарға кезек берейік. Армысыздар, құрметті көрермендер. Біз бүгінгі телесабағымызда төл сөздерде және кейбір шет тілдік кірме сөздерде жиі кездесетін ш, ч, ц, ш әріптерінің жаңа графикада таңбалануы және оларға қосымшалардың жалғануы туралы ақпарат беретін боламыз. Алғашқы сабақтарымызда өткеніміздей ш және ч әріптері латын негізді жаңа қазақ әліпбиінде диграф белгісімен таңбаланады. Есімізге қайта түсіріп көрейік. Ш әріпі жаңа латын графикасында диграф белгісімен таңбаланады. Және сондай-ақ ч әріпі де осылай беріледі. Ал қазір осы ш, ч әріптермен келетін мысалдар жазып көрейік. Бірінші мысалымыз шәй және чемпион сөздері. Бұл сөздерге жалғанатын қосымшалар соңғы буынның үндесіміне сәйкес жалғанып отырады. Мысалы, шәй, шәйға деген қосымшасы жалғануға болады. Және чемпион, чемпионға. Яғни өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, соңғы буынның жуан не жіңішкелігіне сай жалғанып отырады. Ал міне, құрметті көрермендер, кейбір шет тілдік сөздерде жиі кездесетін және латын негізді әліпбиде жоқ әріптер ц, ш әріптерінің жаңа емлеге сай қалай жазылатындығы туралы айта кетейін. Ц, ш әріптері, бірінші ц әріпі туралы айтайық. Ц әріпі жаңа емледе
с әрпі арқылы беріледі. Мысалы, цирк сөзі кириллше цирк сөзі, ал латын негізді жаңа әліпбиде цирк болып жазылады. Екінші сөзіміз цемент, және кварц сөзі латын негізді әліпбиде былай беріледі. Кварц, функция сөзі латын негізді әліпбиде функция. Бірге оқып көрейік. Цирк, цемент, кварц, функция. Яғни өздеріңіз байқағандарыңыздай, осы әріптер қалай жазылады, дәл солай оқылады. Төл сөздерде және кейбір шет тілдік кірме сөздерде жиі кездесетін ендігі әрпіміз ол ш әріпі. Ш әріпі ол жаңа емлеге сай бір ш әрпімен беріледі. Жазып көрсетейін. Ш әріпімен беріледі. Мәселен, мысалда жазып көрейік. Кириллше училище сөзі латын негізді әліпбиде былай жазылады. Екінші мысалымыз прапорщик сөзі. Латын негізді әліпбиде жазылуы борщ сөзі. Латын негізді әліпбиде борщ. Ши. Латын негізді әліпбиде ши. Ал енді қайталап айтып көрейік. Училище, прапорщик, борщ, ши сөздері. Кирилл негізді ш әрпі төл сөздерімізде де бар, және ол өзіндік ерекшелікке ие. Қазақ тіліндегі үш сөз ашы, тұшы, кеші сөздерінде ш әрпі жазылады. Және мұндағы ерекшелік Кирилл негізді ш әрпінің орнына латын негізді екі ш әрпі қатар жазылады. Мысалдар келтіріп көрейік. Ашы сөзі латын негізді әліпбиде ашы болып жазылады. Тұшы және кеші сөзі. Ашы, тұшы, кеші сөздері. Яғни, Кирилл негізді ш әрпінің орнына екі ш әрпі қатар беріліп тұр. Ал міне құрметті телекөрермендер, бүгінгі телесабағымызда ш, ч, ц, ш әріптері бар сөздердің жаңа емлесі және оларға қосымшалардың жалғануы туралы ақпарат алдыңыздар. Келесі телесабақтарда бізбен бірге болыңыздар. Ардақты көрермен, енді жаттығулар тізгініне кезек берейік. Чемпион. Цирк. Цемент. Шай. Борщ. Чемодан. Тіс щеткасы. Шеге. Полиция. Шарша. Шана. Шахмат. Цилиндр.
чемпион. Цирк. Цемент. Шай. Борщ. Чемодан. Тіс щоткасы. Шана. Шахмат. Цилиндр. Абайдың 17-ші қара сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәкарліктен, көрсеғызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады екен?» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге,
не ақиретке не пайдалы болса, не залалды болса білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты. Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын ала алмаймын. Жақсылыққа елжіреп ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз олардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені, сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүресің. Соның жаман депті. Сен үшеуінің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны, діні құмар болады, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрін де жүрекке билет, деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісідей менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Бағдарламамыздың келесі санын өткізіп алмаңыздар. Көріскенше күн жақсы.